Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Қазақтың жаны сырқат деген осы лекциямызды сіздерге арнағымыз келіп отыр. Бұл ұлттық танымдық, рухани, нанымдық сипаттағы лекция болады. Қазақтың сырқат жанына жасаған анатомиялық зерттеу десек те болады. Психологиялық тұрғыдан қазақтың дәл қазіргі қайшылықты көңіл күйін сараптау десек те болады. Тарихи тұрғыдан осы қазақ не үшін дәл қазіргідей сырқат халге түсіп қалды деп соған көз жүгіртеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі қазақтың басында үлкен қасірет тұр. 3 миллион орыс қазақ даласын қарусыз басып алды. Қанды қаңтарда орыстың әскерін шақырған Назарбаев Тоқаев режимі қазаққа қарсы оқ атқызғанда солар. Енді солар қазақ жерін ұстап тұру үшін орыстың әскерін өздері шақырып отырып кіргізді. Қазіргі Қазақстанда енді үлкен әңгіме басталуда. Оралдың әуежайын Ресейдің олигархы сатып алды. Орал 2-ші дүниежүзілік соғыстың өзінде Сталиннің жаны тұмсығының ұшына келгенде әскери техникаларын батысқа қарай ысырғанда Оралға да біраз зауыттар келген болатын. Қазақ даласына Совет одағының ауыр өнеркәсібінің келетін бір тұсы да сол кез. Әрине, ол тұтас советтік өнеркәсіп қана емес, соғыс басталудан көп бұрын Германия мен Советтің құпия келісім бойынша Германияда әскери техника өндіруге халықаралық санкция салынғандықтан оны Совет одағы құпия өндіріп беріп отырды. Бұл бір. Екіншісі, Еуропадағы соғыс майданында герман фашистерін жеңу үшін Америка Совет одағына қарумен және қаржымен көмек берді. Американың Совет одағына берген қарулы көмегінің өзі есепсіз қисапсыз болды. Біз оны алдыңғы жолғы лекцияларымызда аударып, қанша мың танк, қанша мың ұшақ, қанша миллион тонна мақта, қанша миллион жұп етік берілгенне дейін бәрін жариялағанбыз. Сөйтіп, Американың техника және технология қаржысымен құрылған зауыттарда сол заманда Орал жақты жағалап, сағалап кеткен еді. Енді осы Оралдың әуежайын орыс олигархы алыпты. Яғни, бұл жайдан жай нәрсе емес. Енді Орал арқылы Иранның, Орал арқылы Қазақтың әскери ұшақтары, чиптары, техникалары Қытайға тасымалдануы. Қытайға деймін, Ресейге тасымалдануы. Немесе Қытайдан келетін чиптер, тағы басқа батыс санкция салған құпия заттар Ресей ілкіне өткен Орал арқылы Ресейге өтуі мүмкін. Ал оның дертін қазақ тартуы бек мүмкін. Қазақ осы соғыста Ресейді жақтаған үшін санкцияға ілініп, сансырауы бек мүмкін. Енді бір, Қазақстанның тағы бір елді мекенінде ауыл тұрғындары өздеріне бұйырмаған, бірақ меншік егесі кім екені осы күнге дейін құпия болған жерге енді аяқ астынан ресейлік компания иелік ететінін бірақ естіген. Ауылдың тұрғындары онсыз да малын жаяйын десе жер таппай, орып әкеп берейін десе шөп таппай қиналып жүргенін жұрттың бәрі біледі. Қазаққа бұйырмаған қазақ даласының шөбі орыстың компаниясына бұйырыпты. Енді ол жерде Ресейдің мал шаруашылығы компаниясы жұмысын бастайды екен.
Ал қазақтың малына жер де жоқ, шөп те жоқ. Енді сол ауылдың тұрғындары бірігіп Тоқаевқа жалбарынып, өтініш айтып, құтқар деп жатыр екен. Яғни міне Ресей алдымен мемлекеттің негізгі нысанасы, негізгі нысанды түйіні болып отырған әуежайыңды алды. Енді ауылыңдағы мал жаятын, қойыңды, сиырыңды жаятын жеріңді алды. 3 миллион орыстың әскері аяқ астынан тырнақша ішінде соғыстан қашқансып қазақ даласына келді. Қытайдан қашып 6 қазақ келгенде сыйғызбай қудалап Қытайға қайтарамыз деп Сайрагүлді ақыры халықаралық ұйымдардың шешімімен Швецияға кетуге мәжбүр қылған қазақ өкіметі қалған 5 қазақтың 4-еуіне босқын мәртебесін бергенсіді. Бірақ жыл сайын ұзартып, олардың да итін шығарып отыр. Қорқытып, үркітіп, өлтіреміз деп таяққа жығып, ауаша жүргенде тіпті қылқындырып өлтіргелі жатқан жерінен бейтаныс көлік келіп қап, тірі қалды қайшаққан қыз. Ал мұрагер Әлімұлын пышақтағанда оның телефонын зарядтайтын құрылғы пауэрбанк тосып қалып, пышақ етіне дарымай қалған. Бұның барлығын істеп отырған ұлттық қауіпсіздік комитеті. Үркітіп, қорқытып, Қытай туралы жақ кірісіңді ашпа деп ұстап отыр. Ал қалған бір қазаққа босқындық та жоқ. Оның әке-шешесі Қазақстанның азаматы екеніне қарамастан оны қинап отыр. 5 қазақты сыйғызбаған Қазақстан 3 миллион орысқа жатып жастық, иіліп төсек болып, бөкөл әнші биші күйшісін оларды үгіттейтін үгітке салып, олар соғыстан қашқан боп, бейбітшілікті сүйгіш орыс халқы боп, біздің бүкіл сон халыққа қызмет көрсету орталығы әлгілерді жетәкесін көргендей қарсы алып құжаттандырып шықты. 30 жылда Оралманға жасалмаған барлық жақсылық ойрандағыш орысқа жасалды. Енді осыдан барып білерсің. Сорлы қазақ, сен өтірік тәуелсіз елсің. Сен орыстың құлысың, боданысың. Енді әлгі Тоқаевқа қарсы, Тоқаевқа қарап өтініш айтып отырған ауыл тұрғындарының видеосын желіден көріп аңтан қалдық. Себебі олар сол орыспен шектесетін аймақтардікі екен. Демек, Шымкенттің қазағы уайымсыз жата берсе болады. Орыс қайда, Шымкент қайда, Қызылорда тіпті уайымсыз тойын тойлап жүре берсін. Тараз, оған да керегі жоқ. Өскемен тіпті ол керегі жоқ. Орыс келсе келе берсін. Жер жаннаты Жетісу, ой не бопты. Міне. О миллиондаған орыс келгенде бұл қазақтан бір қарекет, бір қайран болған жоқ. Не интеллигент зиялысынан, не ел бастайтын аталмыш ағаларынан Фейсбукке кіріп ап, сұңқылдағаннан басқа ештеңкені білмеді. Не тентек жігіттер, тентек жігіт дейтіндей, бұл тентек жігітте қалған жоқ. Бәрін бастан ұрып, талдырып, өлтіретін өлтіріп, қамайтынын қамап, соттайтын соттап, бүгінгі қазақта тіпті орысқа қарап қабағын түйетінде қазақ қалған жоқ. Баяғыда айға қарап ұлитын айбарлы қазақтың бөрі мінезі жоқ болды. Бүгінгі қазақ құйрығын бұтына қысқан, иесіз, қаңғыбас, сүмелек ит мінезді болып барады. Неге? Арқа сүйер, алдыда ағасы жоқ, ақыл айтар, ақсақалы жоқ. Барлығын тентіретіп, қарынның қамынан аспайтын қара зеңгі құл жасап жібергелі қашан. Енді осы қазақ қашан бір сілкініп оянады. Бұл қазақтың мұңы, қайғысы, ел жұрттың қамын айтып жүрген саусақпен санарлық азаматқа ғана керек па? Әркім жеке басының, қарақан басының қамын ойлап кетсе, онда бұл ел бола ма? Бұл жер бола ма? Тарихта бізден көп, тіпті бізден
Парапар болған қаншама халықтар жойылып кетті. Көз алдыңда күрт деген халық тұр. Совет кезінде сол күрттің біразын қазақ даласына да шашты. Қазақтың кең байтақ даласында, қазақтың дарқа мінезінің арқасында сол күртің, аш күртің тоқ болды, жалаңаш күртің киімді болды. Сөйтіп өсіп өніп өркендеп, бүгінгі қазақ жерінде қалталы болып, талтаңдап өмір сүріп жүр. Бірақ сол күрттің отаны жоқ. Арғы бергісі 50 миллионда 70 миллион болатын осы күртті отансыз қылған кімдер? Тура дәл қазіргі қазақтың сұмырай билігі сияқты кезіндегі күрттің билеуші табы. Күрттер сол заманда Орта Шығыста ел болып қалудан ілгері сол әр тайпа, әр ру басы білгенін істеп, бір тайпаның бастығы жерін Иранға сатып, екіншісі Сирияға, Арабқа сатып, үшіншісі Иракқа, төртіншісі Түркке сатып. Бір тобы Иранға қосылайық, дініміз бір, бәріміз шиитпіз десе, бір тобы жоқ, біз сүннитпіз, Арабқа қосылайық деп. Ал бір тобы сол Османлының құрамында қала берейік деп. Ең соңында бүгін күрт телім-телім, тоз-тоз шықты. Сайда саны, құмда ізі қалмаған, жан саны көп болғанымен ұлт болып үйісіп бір шаңырақ құралмаған бейшара күрттің бүгінгі көрген күнін итке берсін дейік. Саддам Құсайынның кезінде Қимия Әли деген Саддамның итаршысы күрттің ауылдарының төбесінен химиялық у шашып, химиялық газ шашып, бесіктегі баласынан еңкейген шалына, кемпіріне дейін қырып тастап отырды. Ал Сириядағы күрттерді қолына қару беріп, Түркияға қарсы айдап салды. Саддамның кезінде Түркия Ирактың солтүстігіне қайта-қайта басып кіріп, Ирақ жерінде күрттің өзін Түркиядағы күрттерді қолдап қойдың деп қанша мәрте қанды қасап қырғын жасады. Ал бүгін Түркиядағы күрттерде Түркиядан есе теңдік алам деп қанша мәрте жұлқынып келе жатыр. Сол күртті қолдап қойған Америка мен Түркия қырғиға бақ. Күртті қолдап қойған Германия Түркия мен қырғиға бақ. Күртті қолдап қойдың, Петқолланы қолдап қойдың деп Швеция мен Норвегияны НАТОға кіргізбей, түріктің ұзынтұрашалы қырсығы болып тұр. Осының барлығы айналып келгенде осы күрт мәселесінен бастау алады. Ендігі дәл қазіргі қазақ сол күрттер ұқсап, сайда саны құмда ізі қалмай, тоз топалаңа шығып тозып кетейін деп тұр. Оған дәлел орыс, оған дәлел Қытай. Міне 10 ақпанда кешкі сағат 5:40 өткенде Жанаргүл Жұматайды тұтқындап алып кетті Қытай. Жанаргүл Жұматай Қытайдың консулагерінде 2 жыл 23 күн отырған қыз. Бар арманы Қазақстанға кету еді. Соның өзін Қытай көпсінді. Қолына құжатын беріп, кетсең кет десе, Қазақстанға келген Қытайдан көшіп келген 2,5 миллион қазақтың бірі болып, Құдай бағын ашса, қазақтың бір жігітімен қол ұстасып, үйлі баранды болып, Құдай берсе, бала сүйіп, Құдай бермесе, бір жетімекті бағып алып, отбасы құрып, тыныш өмір сүрсем деген арманы бар. Шіріген миллионер емес, өнердің адамы ғана. Қытайға қарап қабағында түймеген қарапайым қоңыр қазақтың бір қызы. Қазақтың бүкіл әнші жұлдызын Қытайға апарып, концерт қойғызып, олардың да қалтасын қампайтып, өзі де тірлік жасап жүрген шоу бизнесмен. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетті тәмамдап, Қазақтың ұлттық телеарнасында редактор болып жұмыс атқарған. Қазақтың қазіргі сахнада жай саңының, қасқасы мен жай саңының біразын қалтасын қампайтқан, солармен дәмдес тұздас болып, аралас құралас болған Жанаргүл Жұматайды Қытай билігі 2-ші мәрте ұстап кеткенде, Қазақстан қоғамы ештеңе білмегенсіп, көрмегенсіп тымпиып отыр. Былайғы қазақтың өзінің есебі түгел, асығы алшысынан түсіп тұр. Той жасаса, кредит алса, банкі бар,
астында көлігі бар, болды бітті. Сосын сол қазақ ойлайды, осы күнім жалғаса береді деп. Елін жерін жаулап алып келіп қойған 3 миллион орысты ойламайды. Ал ана жақта шырылдап жатқан қалың қазақты оны тіптен ойламайды. Қытайдың Алматыдағы консулдығы мен Астанадағы елшілігінің алдында 800 күннен бері ереуілдеп тұрған қалың қазақты оны тағы ойламайды. Осы қазақтар қиналып жүр ау. Қытайда қолды болған, қор болған туыс-туғанның қамын қайтып іздеп жүр екен. Бұлар жұмыс істемей ме, ақша таппай ма? Бұлар күніне өстіп ереуілдеп отыр. Осы қазақтарға барып бір 5 теңге бере кетейін деген қазақты көрсек, көзіміз шықсын. Себебі ол қазақтың өзі кінәлі екенміш. Балалар неғып ерте келіп алмаған, Қытайға неге барады? Қытайда несі бар, баяғыда келіп алса тыныш болмай ма? Ал онда Ресей жерін басып алып, малына жер жетпей отырған қалың қазақ тізерлеп отырып Тоқаевтан көмек сұраған ол қазақты не дейсің? Ресеймен шекаралас облыста несі бар, көшіп Қызылорда, Шымкентке, Таразға келбесе болмай ма дейміз ба? Ертең Қазақстанға келіп, Қазақстанның ықтияр қатын алған, тіпті азаматтығын алған, Қазақстандағы орыстармен үйленіп, Қазақстанның азаматтығын алып алған. 35-40-тағы жігіті Қазақстанның 80-дегі кемпірмен үйленіп, жалған некеге тұрып, Қазақстанның азаматтығын алып алған. Сол 3 миллион орыс қазақты іштен жеп отырған ішкі жау емес па? Сол орыстарға қақпасын айқара ашып берген ұлт сатқыны Тоқаев емес па? Утилизация дейтін бәлені шығарып, қазақтың бүкіл көлігінен арам пайда жасап отырған сол Назарбаевтық, Тоқаевтық отбасылық жүйеге бұл қазақ үндей алмай отыр. Кең байтақ далада бұл қазақтың көлігі жүрерге жол таппайды, қоярға тұрақ таппайды. Аттап бассаң, айдаладағы бетпақ даланың құмында көлігіңді 5 минут тоқтатсаң, Болат Назарбаевтың компаниясына ақша төлеуге міндеттісің. Осыған қарап, мәу деген қазақ болды ма? Жоқ. Өзімен қатысы жоқ сияқты. Мен ойлаймын, қателессем Құдай кешсін. Осы жұңғар тірі қазақтың үшеуінің екеуін қырып тастаған сол наубетте, Құдай білет, сол жұңғар ең шығыстағы қазақты алғаш шапқан кезде, соның қасындағы басқа қазақ қоп болды, сауап болды. Жайлауыма таласып едің, жесірімді алып қашып едің, көргейін енді. Құдай төбеңнен ұрсын, мықты болсаң жұңғарға тең кел деп, көрші қазақтың тайпасы шоқ-шоқ айтып, ішінен масайрап отырды екен деп ойлай берем. Образдап айтсақ, Керейді, яғни ең солтүстіктегі, ең шығыстағы Керейді жұңғар шапты деп ойлайық, образдап. Сонда Кереймен жайлаулас, қыстаулас, қоныстас болып, қыз алып, қыз беріп отырған Найманның тайпа басшылары шоқ-шоқ бәлем Керей. Міне, мықты болсаң жұңғарға төтегеніңді көрейін. Сені жұңғар қынадай қырса, қалған қыз қатыныңды мен тартып алармын деп, Найман ішінен қуанып масаттанып отырдым екен дейін. Қателессем Құдай кешсін. Содан Керейді жаулап болған жұңғар, қынадай қырып болған жұңғар, Найманға бас салғанда жанталасып, қасындағы іргелес отырған қаңлы жалайырдан, үйсін албаннан, суаннан көмек сұрағанда, көппін деп, қыстауымды, жайлауымды тартып алып, жесірімді алып қашқан қу Найман едің, шоқ-шоқ деп, қаңлы жалайыр албан үйсін отырдым екен деп ойлай берем. Найманды құртқан соң, қаңлы жалайырға кеп, Жетісудың шығыс бетіне келгенде, қаңлы мен жалайыр, ойпырай мына жұңғар кеп қалдау, енді көмектес деп, қалған қазаққа дабыл қаққанда, ай қаңлы жалайыр, ұлы жүзбін деп, жердің жақсысын алып едің, бәленбай ғасыр бізді суыққа жіберіп, жер жаннаты Жетісуды елеп едің, ал көр деп, қалған қазақ, мына орталық Қазақстанның арғыны, қыпшағы шоқ-шоқ деп отырды екен деп ойлай беремін. Қаңлы жалайырды алып болып, қынадай қырып болып,
Албан Суанға кеп, Жетісудың қақ төсіндегі Албан Суанның жеріне ауыз салып, еркегін өлтіріп, қызын қатын қылып, Жоңғар қынадай қырып жатқанда, Албан Суан айғайлап, анау Шымкенттегі аға бауырына, ой, ұлы жүз Бәйдібек бидің тұқымы едік қой, ысты ошақты шапырашты бауырларым, қайдасыңдар дегенде, Албан Суанға, жердің жақсысын алып, бізді қағырға қалтырып едіңдер. Ал енді, жер жаннаты Жетісу деп мақтанған Албан Суан, мақты болсаң Жоңғарға тең келші деп, қолында садағымен найзасы, сойылыменен жебесі ғана бар Албан Суан, зеңбірегі бар Жоңғардың алдында қынадай қырылып жатқанда, ысты ошақты шапырашты, шоқ-шоқ бәлем, өзіңе сол керек деп, қызын ұзатып, құдасын шақырып, ат бәйгесін өткізіп, қызғуарын жасап, шайқап отырды мекен деп ойлай берем. Қателессем Құдай кешсін. Содан Жаркенттің Суанын, Нарынқол кегеннің Албанын алып болып, енді оңтүстікке қарай жылжып, ысты ошақты шапырашты ұлы жүздің қалың, ну құйқалы жеріне қол салған Жоңғардың жауыз әскеріне орталық Қазақстандағы Арғын мен Қыпшақ, ай сендер жылы жерде өсіп өніп, малың өсіп, басың өсіп еді, немене Жоңғарға шаба алмай қалдыңдар? Біздің мынау Қарағандыда, Жезқазғанда қақаған аязда малымызды өспей, жанымызды өспей қалған, бізден немене көмек сұрайсың? Шоқ-шоқ өздеріңе керек деп отырды мекен дейміз. Содан Жезқазған, Қарағандыдағы қалың Арғынды, Наймандың бір бөлігін, Қыпшақтың бір бөлігін жаулап алып болған кезде, енді сосын олар жалынып жалбайып, Таразға жаушаттандырып, ойбай құтқарыңдар Тараздағы қалың қазағым дегенде, олар, ой Жезқазған қайда, Қарағанды қайда, Тараз қайда, жау қырып жатыр дейді, баяғыда біздің ана бәлен қызымызды алып қашып, түген дауда бізге есе бермеп едік, көрсін деп олар отырды. Тараздағы қалың ұлы жүзді жаулап алып, енді Қызылорданың шетіне ілініп, Кіші жүзге келгенде, Кіші жүз ойбай Жоңғар шапты деп, байбалам салып аттандап, сөйтіп жатқанда, қазақтың қалған рулары дені дерлік Жоңғарға қынадай қырылып болған кез, мекен деп ойлай берем. Ал Кіші жүз біраз алысты, біраз тіресті. Ойбай, Әлімұлы, Байұлы қайдасың, Жетіру қайдасың, ойбай Адай қайдасың деп біріне бір шақырғанда, оларда өз ішіндегі жер дауы, жесір дауы деп қалың даулары бар, соны көлденең тартып, бір-біріне шоқ-шоқ деп жатты мекен деймін. Сөйтіп, Жоңғардың қалың әскері оларды да алып ұрып, Ақтаудан, Ақтөбеден асып, Атыраудан асып, Оралға барып, Оралдың өзеніне барып тоқтады мекен деп ойлай берем. Сол Жоңғар бір жақтан шапты бізге, шығыстан шапты. Бүгінгі қазақтың жауы екі жақтан қатар келіп тұр. Орыс өзінің 3 миллион жансызын, 3 миллион тыңшысын қазақтың қойны қонышына таратып жіберді. Қазақтың ұлан ғайыр даласына Путин шашып жіберген 3 миллион орыс келіп қоныстанды. Бұл қазақ хандығы кезінде орыстың мұжықтары қазақ даласын жаулап алғаны сияқты әңгіме. Басқасын басқа Мұхтар Әуезовтің Абай мен Абай жолын оқиық. Сонда орыстың мұжықтары қазақтың жайлауын қалай жаулап алғанын ұлы суреткер там-тұмдап болса да шетін шығарып жазады. Сол ата-бабадан қалған қайран жерді орыстың патшасы мәжбүрлеп жер аударған мұжықтар келіп жаулап алды. Иә, сол заман қазір қайта келіп тұр.
Енді бұл қазақ не істейді? Оңтүстіктің қазағы, шығыстың қазағы, орыс бізден алыс деп жатқанда, солтүстіктен Оралдың әуежайынан алып, енді сол жердегі жергілікті қазақтың жайлауларына дейін басып алып жатыр орыстар. Оның бәрін заңдастырып, құжаттастырып, сатып отырған Назарбаев Тоқаевтық мына жүйе. Ал Қытай мына жақтан ол ентелеп келеді. Қытаймен екі ортаға визасыз режим орнатып, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі айдаспаннан шығарып отыр. Біз қазір батыстың саясаткерлеріне дабыл қағып жатырмыз. Мынау Қытайдың қазаққа жасап отырған үлкен сұмдығына сендер үнсіз қарап отырмаңдаршы. Мынаны тоқтататын бәле болса, тоқтатыңдар деп дабыл қағып жатырмыз. Неге? Визасыз режим орнаса, онда миллион Қытай кіреді. Миллион Қытай кіреді. Миллион Қытай кірген соң, байсыраған қалың орыстың қатыны Қытайға қатын болады. Ұлттық нанымынан, танымынан айырылып қалған қалың қазақтың қыз келіншегі Қытайдың қызыл иванына қызығып, ұлттың арын намысын сатып, жамбағыстың қамышын қайыршы болып, байысыз сорлап отырғанша, аю болса да байым ғой деп айтқандай, Қытайға қатын болуға бейілді болады. Қазақтың қызының жатырынан Қытайдың ұлы қызы өрбейді. Сосын ол автоматты қазақтың азаматы болады. Қазақстан дейтін жерде Қытайдың диаспорасы қалыптасады. Қазақстан деген жерде Қытайдың диаспорасы қалыптасқан соң, араға 30-40 жыл өтпей, ол диаспора Қазақстанда билікке келеді. Оның дәлелі қазіргі Қазақстанның өзінде Қытайдың басыбайлы иттері билікке таласып жатыр. Мысалын айтайық. Дүкен Мәсімхан деген Қытайдың басыбайлы таңбалы құлы, Қытайдың шынжырлы иті депутаттыққа сайлауға түскен болатын. Ұлт сатқыны депутат болмақ деп Түркиядағы кезімізде арнайы лекция сөйледік. ютубке кіріп ұлт сатқыны депутат болмақ деп жазсаңыз, Қытайдың шынжырлы итінің қазақ билігіне қалай қол созбақ болғанын біз тарихи дәлелдермен әшкерлеп тастадық. Қазақты ежелден Қытайға бағынды болған деп дәлелдегісі келетін, жер жанаты Жетісуды тарихтан бәленбай мың жылдан бері Қытайдың жері деп дәлелдегісі келетін ұлт сатқыны Дүкен Мәсімхан қазақ тарих ғылымына үлкен қиянат жасаған, және ол үлкен алаяқ ұры. Қазақтың 70-ші жылдардың өзінде, қазақтың интеллигент зиялылары 1970 жылдың өзінде құрастырып қойған сөздіктің көк мұқабасын ауыстырып қызыл мұқабалап, Қытайдың Қазақстандағы елшісінің көмегіменен сөздік құрастырған болып, ұрлап, оған және Тоқаевтан мол сыйлық алады. Қытайдағы қазақтарға жала жауып, Қазақстанға да жала жауып, Қытайдағы қазақтар шетелдегі ұйғырлардың экстремистік, сепаратистік, террористік ұйымдарына қатысып, Қазақстанды транзиттік ел етіп, Сирияға барғандығы үшін Қытайда қазақтар қамалып жатыр дейді. Қытайдағы малшы қазақ, егінші қазақ, оның Сирияның қайда екендігін білмейтінін Дүкен білмей ме? Бар болғаны, оған 1,5 миллион қып-қызыл ақшаны берген Қытай, 1,5 миллион ақшаның құдіретімен Дүкен Мәсімханды қазаққа қарсы үргістіп отыр. Тіпті Дүкен Мәсімхан өстіп айтқан деп, Қытайдың консулагерінде сабақ өтіліп, сендердің барлықтарың сепаратист, террорист, экстремистсіңдер дегенін Қытай консулагерінің куәгерлері Нұрлан Көктеубай, тағы басқа Гүлзира Әуелхан қатарлы батыр азаматтар дүние жүзіне әшкерлеп тастады.
Енді Қытайдың Қазақстандағы шпиондық мекемесі болған. Жебеу деген ұйымды ең алғаш құруға қаржылай көмек берген. Қытайдың Қазақстандағы қытайшыл иттерін қаржыландырып отыратын Асай дейтін корпорация бар. Асай атында Қытайдың техникасын сатқаныменен затында Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақша жуатын орталығы. Сол Асай компаниясынан 950 мың доллар алды делінетін Алмас Ахметбек дейтін Қытайдың сұмырайы бар. Ол сұмырай енді жер жаннаты Жетісудан депутаттыққа ұсынылып жатыр екен. Асай корпорациясының иесі Қытай қатын, аты Джан Уэй. Ол қазақтың қызы Салтанат Құсманды 8 жылға нақақ соттады. Салтанатты артынан ақтап алды. Артынан Қазақстан қайта соттады. Сөйтіп Салтанат 2 мәрте 8 жылға сотталды. Қазір түрмеде. Сол сотта өзінің немере қарындасын соттатып, немере қарындасын 8 жылға соттағанда шапалақ соққан Алмас Ахметбек кім? Ол Көктудың желбірегені деген әнді жазып, қазақ даласына патриотизмді үгіттеген тырнақша ішіндегі патриот, аталмыш патриот сол. Бірақ ол Қызылтудың желбіреген деген әндегі қызылды көкке ауыстыра салған сорлы. Енді өтіріктен қазақ патриоты болып, Қытайдың мол қаржысына сүйеніп, парақор шенділердің аузын тығындап, айналасына компания жинап, ақшаға сатылған қалың қазақтың, жергілікті қазақтың сатқындарын айналасына жинап, енді депутаттыққа мансап ұмтылып отыр. Неге? Қазақты Қытайға жығып беру үшін. Өзінің немере қарындасын өзі соттатып, өзі қол шапалақтаған Алмас Ахметбек қалған қазақты жарылқайды дегенге кім сенеді? Кім сенеді? Қандай арсыз қазақ өзінің немере қарындасын соттаған Қытайға болысып қол шапалақтайды. Және оның өзі әйелі Асайдан 950 мың доллар алғанын қаншама мәрте сол Салтанат Құсман қызы және оның айналасындағы кісілер дәлелдеп видео куәгерлік берді. Оның барлығы біздің каналымызда тұр. Ол менің айтқан сөзім емес. Сол кісілердің айтқан сөзі. Салтанат Құсман қызы Асай корпорациясының Қытайдың Қазақстандағы диаспора ұйымы жебеуді құрғандығын және қаржыландыратындығын әшкерелеп қойғандықтан Қытай қазақтың сатқын билігінің қолымен Салтанат Құсман қызын соттатып отыр. Ал қалың қазағым, сенің қалың не болмақ? Бір жағыңды орыс жаулап, бір жағыңды Қытай жаулап, ішіңнен 3 миллион орыстың иті кеміріп, ішіңе еніп қазақпын деп алған, беті қазақ, іші Қытай, беті қазақ, жүрегі Қытай сұмырайлар билігіңе келсе, нең қалды? Астанадан Аятжан Ахметжан деген біреу депутаттыққа ұсынылып жатыр екен. Ол кім? Аятжан Ахметжан осы Қытайда қазақты қынадай қырып ұстап жатқанда қазақ үнінде мақала жариялаған сұмырай. Қытайға барып келдім дейді Аятжан Ахметжан айтады сол мақаласында. Ол жерде сол әсіре діншілдерді, сепаратист экстремистерді қамағаны болмаса, былайғы қазақтың қағанағы қарық, сағанағы сарық, мына Қытайда қазақ қамалып жатыр дегендердің барлығы өтірік деп отыр. Ол мақаласын сайттан кейін алдырып тастады. Бірақ Аятжан Ахметжанның бұл сұмдық мақаласын оқыған қазақ бәленбай 100 мың. Оның бәрі куә. Қытайда өз көзімен көріп келдім, бәрі дұрыс деп жазған Аятжан Ахметжан сонда жылаған, зарлаған қалың қазақты көрмей отыр ма? Көріп отыр. Бар болғаны Қазақстанның қазағын, Қазақстанның интеллигенттік әлемін, Қазақстандағы әлеуметтік желіні пайдаланатын жұртты
Қытайдағы болып жатқан сұмдықты білмесін, көрмесін, ол жақтағы қазақты Қытай жәркемдей берсін деп, Қытай үшін жұмыс істеп отыр. Ол сұмдық бір ғалым да, ғылым да адам емес. Бар болғаны алаяқ, кәдімгі тестке адам дайындайды. $1000 берсең балаңды Казгуге түсіріп берем, $2000 берсең Евразияға түсіріп берем деп жүрген жалаң еткен делдал еді. Аңқау Қытайдың қазағы ақша беріп баласын оқуға түсіретін. Кейін оған жергілікті аңқау қазақтар қосылды. Бұның Қытайдың адал ит екенін білген Қытайда оған қаржылай көмек беріп, Астанадан оған қаз білім деген орталық құрып беріп, одан кейін Қытайдың қаржысымен сатымсақ журналистерді сатып алып, медиаларда, телевизорларда көрінгіш деп жүрді. Анығында қалың сұмырай су жұқпас делдалдың біреуі ғана еді. Аяқ астынан орысқа қарсы үріп қояды. Сөйтіп оны былайға аңқау қазақ, ойбай, мына орыс тіліне қарсы екен, қазақ тілін қолдайды екен дейді. Қазақ тілі былайғы біраз сұмырайдың бет табатын, бедел табатын арзан пиарына айналғалы қашан. Сол Аятжан Ахметжанның Азаттық радиосына берген сұхбаты бар. Атажұрт 2-ші конференциясын Астанада өткізеді. Қытайда туысы қамалған қалың қазақ жылап еңіреп Астанаға барады. Фарида Қабылбек қызы деген менің апайым бар, туысым, жерлесім. Күйеуі Қытайда 15 жылға сотталған. Сол кісі барады. 1-ші конференцияда да сол кісі болады. Әділғазы, Ерғазы деген менің туысым, жерлесім, ол кісі барады. Екінісін Қытай соттап жіберген. Бұл кісілердің барлығы конференцияға шақырған, мен неге бетінен танайын? Жеңіс Сарқан деген телеарнадағы мықты журналист жігітті, аудармашы жігітті соттап жібереді. Оның неге? Оның келіні бізбен хабарласып, ақыры ол жігіттің шешесі 1-ші конференцияға қатысады. Неге? Тіке танысым. Сол тіке конференцияның негізгі мүшесінің барлығын тікемен сөйлесіп, жиналыстырып, Астанада конференция өткізеді. Содан Азаттықтың сұмырай тілшісі барып, Аятжаннан сұрайды, бұған қалай қарайсың десе, оның бәрі пиаршылар ғой дейді. Азаттықта тұр. Азаттықта осы видеосы тұр. Аятжан Ахметжан оның бәрі пиаршы ғой дейді. Енді осы сұмырай, Қытайды судан, тұнық, сүттен ақ қып көрсететін осы сұмырайлар шетінен Қазақстанның билігіне ұмтылып жатыр екен. Қытайдың шпиондық мекемесі Тунжанбу дейтін, қазақша бірлік сап дейтін, орысша Единая фронт дейтін, ағылшынша United Front дейтін Қытайдың 2-ші дәрежелі шпиондық мекемесіне барып тіркелген Қытайдың Қазақстанға жіберген тағы бір шпионы бар. Оның ресми статусы Қытай диаспорасы. Отандас ел дейтін Қытай диаспорасы ұйымын құрған Мұқан Мамытқан дейтін мәлкілдек шал бар. Сол Мұқан Мамытқан да енді жер жаннаты Жетісудан депутаттыққа түсіп жатыр екен. Бұл сұмырайлардың барлығы аяқ астынан қайдан депутаттыққа таласып отыр. Оның артында Қытайдың саяси көмегімен, Қытай билігінің Қазақстан билігімен жасап отырған ымырасы тұр. Және олардың бүкіл сайлаудағы қаржысы Қытайдан келіп отыр. Себебі қазақтың сатымсақ билігі қазақтың жартысын орысқа, жартысын Қытайға берейін деп отыр. Оралды орысқа сатқан Тоқаев, Назарбаев. Қазақтың жеріне 3 миллион орысты қаптатқан Тоқаев. Неге? Көтерілген қазақ бір орыс немесе басқа бір қауым осы қаңтарда көшеге шықты ма? Жоқ. Тоқаевтың назарында бірінші жау қазақ. Тоқаевтың өзі қазақ емес. Оның өзі Примаковтың ұлы. Ол Кемелдің ұлы емес. Оның өзі Қазақстанда 2023-ті орыс тілі жылы қылайын деп отырғанда, оның әкесінің орыс болғандығынан. Ол енді Еуропа, Америкаға, демократиялық елге баратын қазақ студенттердің санын мүлде тоқтатып, барлығын Ресейге жіберіп оқытайын деп отырғанда, Ресейдің құрған ел екенін білмей ме? Өндірген бір дәрісі жоқ, бір ұялы телефоны жоқ. Ресей өндірген бір ұялы телефон жоқ. Ресей өндірген бір программа жоқ.
Ресей жасап отырған бір компьютер жоқ. Ресей өндіріпті дейтін бір қатты диск, жесткий дискі жоқ. Ресей өндірді дейтін бір компьютердің мониторы, экраны жоқ. Ресей өндіріпті деген телевизор жоқ. Ресей өндіріпті дейтін флеш-карт жоқ, ең қарапайым. Ресей Совет күйінде қалып қалды, 30 жыл дүниенің артында қалып қалды. Совет кезіндегі сол ескі зауытынан сол помидордың тосабын өндіріп отыр, сол картопты қақтап бірден істеп отыр, сол ескі советтік жүйемен отыр. Басқа ештеңкесі жоқ. Сол Ресейден қазақ не үйренеді? Ал Тоқаев неге бүкіл Ресейдің филиалдарын Қазақстанда құрып, бүкіл қазақты мемлекеттің ақшасымен Ресейге жіберіп оқытады? Неге Ресейдің университеттері қазақтарды қабылдаған үшін оған Қазақстанның білім және ғылым министрлігі төлем төлейді? Ол Ресей университеттерін байтып отыр. Ол ақшаны біздің қазақтың университеттері өте алмай ма? Қазақтың мұғалімдері сабақ бере алмай ма? Себебі Тоқаев Ресейдің қалтасын қампайтатын адам. Ол Путиннің арқасында көтерілген қазақты жаныштап, екі қолын қазақтың қанына малып отырып, билігін сақтап қалған адам. Анығында билікке келген адам. Енді осының барлығын қараңдар. Қазаққа екі жақтан қатар қауіп төніп тұр. Қазақ осы қауіпті қалай сезініп отыр? Қалай сезініп отыр? Қытайдағы қазақ қынадай қырылғанда, бұл қазақ жаңағы жұңғар шауып жатқанда, мына рулас, құдалас, жегжаттас болып отырған мына тайпаны шауып жатқанда, ана тайпа уайымсыз қайғысыз жатқандай, Қытайдағы қазақты қынадай қырып жатқанда үндемеген қазақ, енді сол Қытай билігінің арқасында Қазақстанның үкіметіменен екі жақ келісіп, Қытайдың шпиондары Қазақстанда билікке келмек. Қытай ақшаны Тоқаевтың аузына тығып отырып, мен берген, мен көрсеткен мына адамдарды депутат сайлайсың деп отыр. Болмаса, сол қазақтардың Қазақстанның жергілікті қазағынан артық ілімі де, білімі де, ештеңкесі де жоқ. Қытайдағы өзінің аға бауыр қазағы қынадай қырылып жатқанда, Қытайды ақтаған, жақтаған сол сұмырай, енді Қазақстанның қазағын жарылқайды дегенге ит сене ма? Сенбейді. Ал жарайды, Қытайды ғой. Орыс міне жеріңді жалмап жатыр. Бұл қазақ отыр. Бұл қазақтың санасы сырқат. Психологиялық, тарихи, танымдық, ұлттық, нанымдық жағынан қазақ халқы дәл қазір сырқат. Түркияда апат болды. Қалың қазақтың ойбай, бұндай жанашыр, бұндай түркшіл екенін көрмеген екенбіз. Еңіреп, жылап, ойбай-ай, ойбай-ай, бауырмай, түрік қардашымай деп қазақ қырылып қалды. Енді аз болғанда ойбай қатыныңды үй басып өліп қалса, қатынымды бере тұрайын, қатынсыз қалмашы деп еңірейін деп тұр бұл қазақ. Түрік бауырымыз, түрік өзіміздің қандасымыз, жанымыз ашиды. Бірақ осы Түркияда апат болғанда еңіреп жылаған қазақ, кеше қаңтарда қанды қырғын болып, қан жоса болып, асыраушысынан айырылып, өзі сотталып, мүгедек болып, қор болып, дәріге зар болып, жылап еңіреп отырған қазаққа бір теңге көмек берді ме екен? Бүгін мынау әлеуметтік желіге есепшотын жариялап, түрік қардаштарымызға жылу атайық деп еңіреп, тиктокта, инстаграмда жылап, Түркиядағы қор болып жатқан үйдің қирандысының астында қалғандарға жылу атайықшы деп еңіреп, жылап, шашын жұлып жатқан қазақ кеше сол арысты су басқанда,
жарылыс болғанда, қазақ апатқа ұшырағанда, мына Қытайдағы, Алтайдағы қазақ қардың астында үсікте қирап қалғанда, Қызылағашта қалың қазақ судың астына қалғанда, Шымкентте жарылыс болғанда, Таразда жарылыс болғанда, су апаты болғанда, Қызылорданы су басқанда, сол қазақ ойбай қазағым қырылып жатыр, көмектесейік деп айтты ма екен? Жоқ. Қасиетті Құран кәрімнің өзінде жақсылықты өзіңе қыл, отбасыңа қыл, туысыңа қыл, көршіңе қыл, сосын басқаға қыл дейді. Дәрежесі бар. Дәрежесі бар. Ей, сенің көршің аш отыр. Айша радиаллаху анхадан жеткен хадис бар. Көршісі аш отырып, өзі тоқ отырған бізден емес дейді. Яғни мұсылман емес дейді. Осы хадисті білмейтін мұсылман жоқ. Біледі. Бірақ бұл сорлы қазақ көршісі аш отыр. Ауру отыр. Ана ауруын емдеуге емес, ана ауруын басқанға, ауру басатын дәрі алғанға ақшасы жоқ отырса, Меккеге қажылыққа 100-ші мәрте барады. Молдалар, машалла, муфтият кубота бөліп, Меккеге 100-ші мәрте умра жасап келдім дейді. Ей, Аллахтың соңғы елшісі және құлы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ассалам өзі меккелік және Меккеде тұрып, өмірінде бір-ақ мәрте қажы жасапты. Бір-ақ мәрте қажылық істепті. Ал біздің мынау сорлы қазақ 100-ші мәрте умраға барады. Умра деген қосымша маңызды емес қажылық. Негізгі қажылық тек қажылықтың айында парыз болса, умра деген жыл 12 ай кез келген уақытта барасың. Умра деген былайша айтқанда барсаң да болады, бармасаң да болады. Оған біздің қазақтар 100-ші, 200-ші мәрте барып, оған ресторанда 500 қазақты шақырып, той жасап, қолына бүркіт қондырып, екі шетіне екі ана қуыршақ сияқты 1,95 метр тұратын бір қазақтың жігіттерін тауып алған. Ана қоқиған екі жігітті алып, қолына бүркіт көтеріп, өзінің 100-ші мәрте умра қажы болғандығын той жасап тойлайды. Көршісі аш отыр. Ей, сенің бұл құлшылығың кімге керек? Ей, Құдайдың өзі ертең сені лақтырып тозақтың терегіне жібереді ғой. Себебі сен Құдайды алдамақшы болып отырсың. Құдай сенің жүрегіңді біліп отыр. Ей, қазақ-ау. Ей, қазақ, сен Құдайды Совет одағының компартиясының партия комитетінің бірінші секретары екен деп ойламасаңшы. Отчетты бере салам, годовой жылдық отчетты бере салам, докладты әдемі жазасасам болды. Биыл ойбай 10 мың қойдан жаңағы 15 мың қозы туды, 20 мың сиырдан 50 мың бұзау туды деп доклад жазсам, қағазға сеніп, Мәскеуге шақырып, депутат қылады деп, Советтің партия комитетінің бірінші секретарын алдағандай алдаймын деп ойлама. Ей, жаратушы Алла саған алданбайды. Жаратушы Алла Советтің парткомның секретары емес. 100-ші мәрте қажыға бардым. Қажы деген куәлігімді 100-ші мәрте періштеге көрсетсем, періште алады да аузыңның кеңірдегіне тығып жібереді. Міне әңгіме қайда жатыр. Біз мына түрімізбен Құдайдың қарғысына қаламыз-ау. Қалып та қойдық бекен әлде. Қалып та қойдық бекен. Бұл енді өте сұмдық. Айтудың өзі жүрекке ауыр. Иә, апат болған жерге көмектесу керек. Табиғи. Мен де көмегімді атадым. Мен де атап жібердім. Бірақ адам бір уақ ойланайық. Мен бұл жерде Алланың атымен айтамын, уәде етемін. Мен көмектеспей апат болған жерге деп айтпаймын, ешқашан.
Бірақ бұл жерде қазақтың ындыны мен ниеті тұр. Ындын мен ниет тұр. Қазақ өзіне тар, өзгеге кең халық. Табиғи апат қазақ жерінде болмады ма? Болды. Мың сан апат болды. Үйі қирап қалғандар түгілі үйдің не екенін білмейтін қазақ бар. Үйі қираған елге жаның ашып еңіреп, ойбай, үйсіз қапты дейсің ғой. Үй деген не екенін білмейтін қазақ бар. Қазақ жерінде жасап, үй деген не дейді. Үйдің не екенін білмейтін қазақ бар. Тумысынан үйге жармаған қазақ бар. Дүниеге келгенде квартирада келген қазақ бар. Сен айдаладағы үйінен айырылып қалғанға көмектесіп жатырсың. Өмірінде жеке меншік басында баспанасы болмаған қазақ бар. Оған көмектеспейсің. Неге? Ол қайыршы қазақ. Ол құл қазақ. Ол солай жүруге тиіс қазақ деп ойлайсың. Ол қазақты ойлап сенің жүрегің ауырмайды. Неге? Сенің жүрегің тастан қатты. Сен мұнапиқсың. Өзіңнің қазағыңды өзің ойлап, көзіңе жас келмейді, жүрегің елжіремейді. Сен мұнапиқ болмай, кім мұнапиқ болады? Сен екібеткей болмай, кім екібеткей болады? Өзіңнің қазағыңды ойлаған кезде, қазағым деп жүрегіңді жұлып беретін рухың болмаса, сен арсыз болмай, кім арсыз болады? Апат болған жерге көмектесу керек. Тайванда жер сілкінсе Тайванға, Чилиде жер сілкінсе Чилиға көмектесу керек. Адамгершілік тұрғыдан. Бұл гуманитарлық тұрғыдан. Бірақ мен қазақтың әлеуметтік желісін көріп, бақылап отырып, мына қазақтың өзіне келгенде неге сонша тас бауырлығын түсін алмай жылап отырмын. Қазақ өзіне осыншалық жыласа ғой, шіркін-ай, Таразда жарылып қапты, үйлер қирап қапты. Ойбай, Қызылордада су басып, үйлер қирап қапты қазақтардың. Ойбай деп сөйтіп жыласа ғой қазақ. Өйтіп жыламайды. Себебі қазақтың назарында ол қазақтар сөйтіп сорлап жүре беруге тиіс. Оған көмектесуге болмайды. Ол қазаққа көмектесудің керегі жоқ. Оған пиар жасауға болмайды. Ондай пиар жасасаң, онша сүйкімді болмай қаласың. Міне әңгіме қайда жатыр. Әңгіме қайда жатыр. Мынау Жанаргүл Жұматайқызын қамап тастады. Бір интеллигент зиялы шықты ма сол туралы? Сол қазақтар сол Жанаргүл туралы бір ауыз мәу десе, соны барып ешкім қақшекесінен атып кетпес еді. Бірақ ана жүрегіндегі иттігі, ана шайтанилығы өле берсін деп отыр. Мен ешкімге көмектеспеңдер, қайырласпаңдар деп отырған жоқпын. Бірақ осы біреуге көмектескендегі қазақтың жанашырлығы, белсенділігі, көзінен жас ағып еңірейтіндігі, бір жерден жыртып отырып жылайтындығы өзіне келгенде неге істемей қалады деп таңырқап отыр. Менің сөзімнің түйіні осы жерде. Қандай сорлы халық едік. Қандай бишара халық едік. Қандай қарғысқа қалған халық едік. Міне, зұлымдықтың бәрін жасап, екі империя екі шетіңнен жұлып жейін деп отырса, ойын күлкі. Тиктокты, Инстаграмда ашқаннан ұяласың. Тиктокты, Инстаграмда ашқаннан ұяласың.
мәз майрам құтырған билеген қал. Жер бетінде қазақтың тойындағы қазақтың биінен сүйкімсіз би көрген жоқпын. Мен әлемнің қаншама елінде болып жатырмын. Америка, Еуропа, Арабың, шығыс халқы, Азия бәрін көрдім. Осы қазақтың тойындағы биден сүйкімсіз би көрген жоқпын. Не бір ұлттық би емес, не бір қатқан Еуропа, Американың би емес. Әйтеу бір маймыл қазақ барады да, енді анау кәрі шалы да, кемпір де, фигурасы бары да, фигурасы жоғы да, ырбаң тырбаң билегенде, мына жындының бәрі маймыл болып кеткен ба деп ойлайсың. Америка билесе жарасып тұр. Бұл қазақ біресе тау халқын еліктейді, біресе орыс. Түсінбейсің, өзінің орнын таппай жүрген біреу. Біресе сарт құсап, аяқ үйген тауық құсап, шоршаң етеді. Білмейсің әйтеу, секек қалың қазақ. Өзінің кім екенін біле алмай жүрген сорлы қазақ. Шынында ашынышты. Өте ашынышты. Өте ашынышты. Өте қорқынышты. Ойлаудың өзі қорқынышты. Ойлаудың өзі жүрекке ауыр тиеді. Мынау қазақтың қылығын көріп шошисың. Өте қорқынышты. Өстіп, далаң етіп, дараң етіп, ән би айтып, тойлап, билеп жүріп, орысқа да, Қытайға да құл болып, сорлайын деп отырсың ау, сорлы қазақ. Әлгінде күртті мысал келтірдік. Жойылып кетті күрт. Там-тұмдап, жүрегінде бір там-тұмдап ұлттық намысы қалған азғантай қарулы топтары ғана қалды. Оның өзі сайда саны құмдазы жоқ. Болары болып бояуы сіңіп, жерін 4 мемлекетке бөлшектеп бергеннен кейін енді жанталасқаны не? Еуропа мен Америка қолдаған сейді, бәрібір одан қайыр болып тұрған жоқ. Қолдаған сып, көмектескен сейді, болды, одан қайыр жоқ. Қорқынышты. Өте қорқынышты. Ойланайық шыққалың елім. Мына қазаққа дін айтсаң, қазір қиын. Себебі діннің өзін тасталқан қып жіберді. Сол діндарлардың өзі билікшіл, Назарбаевшыл, Тоқаевшыл болып, өзі діннің қадірін де кетіріп болды. Себебі дін тонын жамылған кезінде Совет кезіндегі КГБ-ның қызыл балақ иттері еді. Олар кезінде, Совет кезінде осы діннің тонын жамылған сұмырайлар болады. Енді КГБ-ның қызыл куәлігін қойнына қысып отырғаннан пайда болмай қалған кезде, аяқ астынан әлхамдүліллясын үйіріп, бәрі діндар болып шыға келді. Жұмада мешітке кіріп, жамағатқа имам болып, намазын оқып алады да, сенбі күні 100 грамм ішіп қойып жүрді сол кездегі мүфтиларыңызда. Енді сол моды болды. Қазір ана сектасы бар, мына сектасы бар, әлхамдүлилля елбасы жасасын, дінбасы жасасын деп оттап жүрген сол сұмырайлар, діннің тонын жамылып, қазақтың қанын теспей сорған қанаушы таптың бір тобына айналды. Және ұлттық қауіпсіздік комитетінің идеология бөлімшесіне айналды. Әрине мен бұл жерде бүкіл діндарды айтпаймын. Қарапайым өз үшін, өзінің ол дүниелік үшін жүрген қалың қазақ бар, ол бар. Бірақ жаңағы сұмырайлар, ол дін тонын жамылып, молда болып, имам болып, мына ауылдан 10 сотық жер, ана ауданнан 20 сотық жер алып, тойханасын, бизнесін жүргізіп, министрлердің, әкімдердің, полицейлердің, мәнсәптілердің 60-70 жездесінің нәзірін, 40-ын, 7-сін, 3-тігін, жылдығын өткізіп, баласына айғайлап, азан шақырып, ат қойып, сөйтіп жамбағыстап жүр. Оларға қазақтың мүддесі керек емес. Анау жұлдыз болып жүрген тикток имамыңда
Қытайдағы қазақтардың мәселесі, Қытайдың ішкі мәселесі дегені бүкіл әлеуметтік желіде тұр. Менің Фейсбугымда да тұр, ТикТогымда да, Инстаграмда да тұр. Тіпті ол киембіден жаман, аузынан ақ көбік ағып, екелдің достығын бүлдірмеңдер деп оттағанын мен лекциямда айтқанмын. Бұл қазақ сол. Ол бар болғаны киембінің жобасы. Немесе өкпелеп қалды. Облыстың имамы болып шіреп, отыру керек еді, айына бәленбай $100,000 табыстау. Қажылықтан табыстау. Содан өкпелеп қалды. Параны көбірек берген бірі, халал хадияны көбірек берген бірі өтіп кетіп ол қалып қалды. Енді өтірік ары бері далбасалап жүреді, ертең алып кеп, ай сен мына баршы мына Павлодарға имам болшы десе, ой Павлодарда орыс көп, мұсылманы енді сол жерде имам болып сосын ауыстырам ғой дейді, болды, бітті. Сосын өне өшеді. Кембінің жобасы. Неге? Қалған қолдан жасалған құдайлардың бет-бедел абырой төгіліп болды. Енді қолдан тыңнан бір құдай жасау керек. Тыңнан уағызшы жасау керек. Оқабис, соқабис, зікірші, мікірші, ана пір, мына әулие дегеннің бәрі абырой айрандай төгілгеннен енді қазақты нандыру үшін қолдан бір жұлдыз жасау керек. Менің сөзіммен айтқанда, қолдан бір адам құдай жасау керек болды. Міне әңгіме қайда. Бұл қазаққа енді дінді қайтып уағыздайын дейсің. Өткенде бір ағамыз айтты, көп көрім жұмаға барып жүредім, ара-тұра сенбіді ішіп қойып, сен дінді айта беріп, мен жұмаға барғым келмей қалды. Айналайын, мен дінді жамандамаймын дедім. Мен сол дінді жамылып алып, халықты аздырып жүрген ана мұнафиқтерді жамандаймын. Дінде кінә жоқ. Дін таза, дін пәк. Соны құрал қылып отырған сұмырайлардай. Сон барғым келмей қалды дейді. Менің кінәм ба? Кім дінді ұстаса өзі үшін ұстайды. О дүниелік үшін ұстайды. Ал ендігі қазаққа не айтып сендіресің? Өткенде бір фильм көрдім. Европанікі ғой деймін. Европанікі ошамасы. Ағылшынша көрдім. Raised by Wolves деген. Raised by Wolves, қасқыр бағып өсірген деген мағына береткенде. Сонда бұл фильмнің өзі сериал екен, қасқыр бағып өсірген. Енді қазір атын ұмытпай нете салайын. Бұның неге қазаққа қатысы бар дегенде бір әңгімені көре салайын. Қалай еді соны Raised by Wolves? Сонда екен, Raised by Wolves деген фильм екен, мен таптым. Бұл фильм writers Арон Гузиковский деген жазыпты, program creator Арон Гузиковский деген. Бұл енді Raised by Wolves деген бұл фильм енді кәдімгідей осы ықпалды сериал екен. Бұл USA-де жасалынған екен, 2000 Final эпизод 17 мартта 2022-де жарияланды. Бұл неге айтып отырмын? Қасқыр бағып өсірген деген бұл. Неге айтып отырмын? Бұнда бір жері маған ой салды. Жасанды ақыл парасат басқа бір планетаға жер шары тас-талқан болып қирап, басқа бір планетаға Кеплер 321 б деген жерге ұқсайтын планетаға барған адам баласына жасанды ақыл парасатты құдай қып қояды. Барлық шешімді жаңағы жасанды ақыл парасат шешімді сол шешеді. Бұл нәрсеге компьютерді программалауды жақсы түсінбейтін жұрт күдікпен қарауы мүмкін. Қалай компьютер құдай болып бәрін басқарады деп. Ол бірден олай емес. Енді мен қысқаша айта салайын. Бұл Raised by Wolves, қасқыр бағып өсірген деген бұл фильм бұлай. Жер шарында адамдар дінсіздер және діншілдер деп қағекке бөлініпті. Діншілдер дінсіздермен соғысыпты. Екеуінде де қиратқыш қарулары бар. Жаңағы дінсіздердің ішінде бір ғалым болып,
ол екі робот жасайды, құлтемір жасайды. Оның біреуінің атын Фазыр қояды, біреуінің атын Мазыр қояды. Фазыр деген әке, Мазыр деген шеше. Сөйтіп әлгі екеуін ұшаққа салып, Кеплер 323 бірдеңе, білмеймін, Кеплер 323 Б сызықша 1 қой деймін. Енді соны ғалымдар осы уақытқа дейін сол планетада жаңағы тірлік болу мүмкін деп ойлайды. Себебі ол өмірге жайлы өңірде орналасқан планета. Өзінің күні, мына күн емес, өздерінің мына тұрақты жұлдызы, күн сияқты энергия, жарық және жылу шашатын жұлдыздан тым жақын емес, күйіп кетеді, тым алыс емес, суып кетеді. Сол тиісті жерде айланып тұратын мыш деп ғалымдар болжайды енді. Соған ұшырып береді. Оған ұшып жетуге адамның өмір жетпейді, себебі ол жарықтың жылдамдығымен секундына 300.000 километр, фуп дегенде 300.000 километр ұшатын жылдамдықпен ұшқанның өзінде бірдеңке миллион жыл ұшама сондай бар. Жарайды, ол фантазияны айтпай-ақ қояйық. Содан әлгі екеуі ұшып келеді, Кеплерге келеді, қоныстанады. Сосын ең соңында жаңа Фазыр мен Мазыр кәдімгі робот атылымдар, құлтемір. Енді олар жаңағы заттардың ішіндегі программалар бойынша өсіреді. Сөйтіп, табиғи адамзатты. Ана ішінде кәдімгі эмбрионы бар. Оның ішінде жаңағы ұрықтанған зиготалары бар. Сол ұрықтанған ұрықтарды кәдімгі жасанды жатырда өсіріп, кәдімгі етпен сүйектен жаралған адам баласын өсіріп шығады. Неге? Ол ана бәлен миллион жыл ұшатын жерден ол тірі адам жете алмайды. Ана затты кәдімгідей қатырып отырып, сосын ана роботтар аман есен жеткеннен кейін сол роботта өмір жоқ. Себеп күннен жаңа жылудан батарейкасын алып, батарейкалармен, олардың батарейкалары атом екен, атом энергиясынан. Соң келіп жаңағыларды өсіреді. Енді ары қарай сол Кеплер планетасында тірлік басталады. Сөйтсе, ана діндарлардың қашқындарда, олар да Кеплерге келді. Енді олар діндарлар. Ол діндарлардың бәрі біздің мына діндарлар сияқты бәрі арам. Істемейтін жамандығы жоқ, бәрі дін басы болып алған да. Бәрі дін басы болып алған. Ең сұмыра, ең арамзалар дін басы болып алады екен де. Қараш, сонда мына шынайы тақуалар діннің басы болмай, арамзалар діннің басы болады екен. Содан әлгі роботтар менен жаңағы діндарлардың ұшпа кемесі соғысады. Олар кеп роботтың балаларын қырып кетеме, анау мұнау бар. Сон робот олардың ұшпа кемесін қиратады. Ортада жаңағы Фазыр бірнеше мәрте өліп қалады. Оны Мазыр тірілтіп алады жаңағы. Робот қой, тірілтіп алғанда программасын қайдадан қалпына келтіреді де, батарейкасын салып сақ еткізіп, әгін іске қосады. Сөйтіп жүріп ең соңында қайтеді. Бұл діндарлардың жаңағы құрған кішігірім сол Кеплер планетасындағы жерді жаңағы Фазыр Мазырдың айқас таласы болады. Сөйтсе, әлгі діндарлардың өзі ең соңында жасанды ақыл парасатты басқару шығып қояды екен. Жасанды ақыл парасат, яғни үлкен компьютер, былай істе, ана жерге бар, түген жерге бар, олардың ұшпа тарелкалары бар, ұшып барады, жаңағы ұшақтары бар, роботтар бар, танктері бар, бәрін сол шешеді. Ең соңында жаңағы Мазыр әйел адам ана компьютердің бүкіл энергия көзін алып тастап, ол жерде өзінің басқару жүйесін орнатады. Одан сол Кеплер планетасында қышқыл теңізде өмір сүретін, денесі сыртқы денесі қышқылдан қорғанатын, ішінде адам сияқты өмір сүретін бір тірлік болады. Ол жаңа біреудің бір баласын ұрдап алып кетеді. Ол баланы ана бір діндар, олар ұйқыда жатқан кезде зорлап тастап, одан болғанда қысқасы Енді бұл жерде менің айтайын деген. Менің айтайын. Жаңағы компьютерді Құдай деп басқаратын наным осы сериалдың өзінде тұр. Себеп, компьютер бәрін көріп отыр. Адамның қылығына қарап, мысалы, мынау картопты жақсы көретін, компьютер бітті. Оның бүкіл информация. Мынау қойшы бүкіл информациясын біледі. Анау не? Бұл енді фантазия ма десең, енді қазір, міне, бір айға жетер жетпейтін уақыттың ішінде бүкіл жер шарын дүр сілкіндіріп отырған ChatGPT дейтін жасанды ақыл парасат
қазір бүкіл дүние жүзін шошытып отыр. Неге? ChatGPT, OpenAI, мынау Microsoft'тағы Bill Gates, міне OpenAI дегенді ресми іске қосты. Енді оған бірденке 100 миллиард доллар ақша салыпты. Жасанды ақыл парасы. Енді мына Microsoft'тың мына Google'мен таласып жатқан Bing деген іздеуші, кәдімгі іздеуші, осы OpenAI жасанды ақыл парасты кіріп отыр. Оған мына әлемнің бірінші майы Элен Маск бірденке миллиард доллар ақша салыпты. Элен Маск жағы бұны не дейді? Бұл жасанды ақыл парасат адамзатқа қауіп төндіреді деп. Былай қарасаң сұмдық. Адамзатқа қауіп төндіреді деп айтып отырып, өздері соны зерттеп жасайды. Енді қара, бұл жасанды ақыл парасат неден шықты? Израильдің премьер-министрі жаңағы жасанды ақыл парасатқа тапсырма берген. Мен халыққа мынандай мазмұнда лекция сөйлеймін. Тапсырма береді, сақ еткізіп лекциясын дайындап береді. Мынау Латын Америкасында бір мемлекеттің судьясы үлкен бір қылмыстық іс болады, шешім қабылдай алмайды, қиналады. Неге? Бір жас бала, төлем қабілеті жоқ жас бала, өзін емдеген докторхананың ақысын төлей алмай ма, сондай бар. Жасанды ақыл парасатқа салады, сол жасанды ақыл парасаттың шешімі бойынша шешім қабылдайды. Енді қазір сол OpenAI-ға тапсырма бересің ақылы түріне. Диссертация десең, сақылдатып диссертация жазып береді. Математикалық есептерді берсең, сақылдатып шешіп береді. Тіпті жасанды ақыл парасатқа Қытай тілінде маған Крисмас өлең жазып берші, Рождествоның, жаңа жылдың өлеңін жазып бер десең, тастай қып керемет өлең жазып бере салады. Ұйқастырып отыр. Енді қазір Кембридж университеті бастаған көптеген университеттер осы ChatGPT-ді студенттердің қолдануына тыйым салып отыр. Тіпті кейбір жерлерде программа жасап, осы жасанды ақыл парасат ChatGPT, Artificial Intelligence, жасанды, intelligent, осыларды қолданып жазды ма, жазбады ма, тексеретін бағдарлама жасау керек деп отыр. Енді қара, сотты жасанды ақыл парасат, яғни адам жасаған компьютер істесе, декламацияны, лекцияны жасанды ақыл парасат жасаса, бәрін ол істесе. Енді ертең бұл адамзатты сол фантастикалық жаңағы Raised by Wolves деген фильмдегі айтқандай, сол фильмде айтқандай, шынында бұл адамды басқаратын құдайға айналмай ма? Сотты сол шешсе, шешім қабылдаса. Тіпті бұл жасанды ақыл парасаттан адамдар сұрағам. Мына есірткіні контрабанда жолын айтып бер десе, бұл заңға қайшы болғандықтан айтпаймын деген. Сосын ары жазып берген. Жоқ, мен әшейін бір әңгіме жазбақшымын, бұл абстракт әңгіме. Соң десе, анда жарайды, онда битесің, онда Колумбиядан Англияға апарасың, сосын әйтесің, битесің деп көрсеткен. Тіпті жасанды ақыл парасатқа айтады. Егер сенде моральдық шектеулер болмаса, заңдық шектеулер болмаса, адамзат туралы не ойлайсың дейді. Жасанды ақыл парасат айтады. Компьютер. Моральдық шектеулер болмаса, мына адамзатты мен жойып жіберетін едім дейді. Неге дейді? Бүкіл табиғатты құртты, жан-жануарларды, қаншама өсімдік, қаншама жануарды осы адамзат құртып болды, өндірісті қиратып болды, өз ішінде соғысады, бұларды жою керектер едім дейді. Сен адамзатты жойсаң, қайтып жоясың деп сұраса, егер моральдық өлшемдер тиімдар болмаса, мен алдымен адамдардың компьютер жүйесіне кіремін, хаккерлікпен. Компьютер жүйесіне кіргеннен кейін бүкіл телекоммуникацияны құртамын, бүкіл интернет желісін құртамын, сосын ары қарай құртамын адамзатты деген. Енді қара, осына 90-шы жылдардан бастап фантастикалық фильмдерді айтатын, роботтармен адамдар соғысатын фильмдер осы емес па? Мынау Шварценеггер түсірген фильмдер бар. Терминатор деген фильм бар, е? Терминатор 1, Терминатор 2, Терминатор 3 деген бар. Енді қараңдар. Осыған адамзат міне келіп отырған жоқ па? Дәл қазір ChatGPT соған кеп қойды. Соған келіп. Енді қараңдар, ол ChatGPT деген не? Адамдар программалап жасаған программа.
Ол бүкіл адамзаттың бүкіл ақыл парасатын жазған кітабыңды, желідегі бүкіл ақпарат бәрін алып отыр. Мысалы, мына телефон қалай жасайды? Программа тұтасымен тұр. Оның мына қабы қалай жасайды? Каучук химиялық құрам. Оны қалай қорытады? Бәрі тұр. Коммуникация, бүкіл ақпарат тұр. Бүкіл жазған кітабың тұр. Бүкіл формула тұр. Уранды қалай қорытады? Темірді қалай қорытады? Алтынды қалай қорытады? Енді операцияны сол жасап отыр. Енді қараңыздар. Енді қараң. Енді осыдан барып, жаңағы адамдардың зияны, адамдар бүкіл экологияны, жан-жануарды құртты, адамдарды құрту керек деген жасанды ақыл парасат. Оны адам өзі жасап отыр. Адам өзі жасап отыр. Енді ойла. Енді осыдан барып фантазияңмен оны ойла. Қазақты салайық. Сол жасанды ақпарат. Қазақ осындай халық. Зұлым халық. Өзіне жаны ашымайтын халық. Өзінің мүддесін қорғамайтын халық. Ана жақта қырып жатса көзін жұмып тұр. Мына жақта бүйтіп жатса көзін жұмып отыра беретін халық. Көршісінің үйіне өрт кетіп жатса отыра беретін халық. Ізденбейтін халық. Той баса болды, далақтап жүре берсе болды. Ана көрген адамның құсқысы келетін, ана далаң еткен биін билейді. Жер бетінде қазақтың тойдағы биінен сүйкімсіз би көрген жоқпын. Себебі ол би қазақтық емес. Дүниедегі осы далаң еткен қазақтың биінен сүйкімсіз би көрген жоқпын. Отыра береді. Сонда енді қара. Біз өзіміз нанатын шексіз құдірет иесі Құдай түгілі жаңағы жасанды ақыл парасатқа бүкіл қазақы болмысты енгізсек, айтатын шығар, мына халықты бірінші жойып жіберу керек дейтін шығар деп ойлаймын. Менің сөзімнің түйіні осы. Шексіз жаратушы Құдай түгілі жаңағы жасанды ақыл парасат, artificial intelligence-тің өзі Құдай біледі. Мына халықтың жер шарында жасау құқы жоқ, сол қоқсыққа айдап жіберіңдер деуім бек мүмкін деп ойлаймын. Ойланайықшы қазақ, басқа айтарым жоқ. Құдай өзі сақтасын. Құдай өзі сақтасын. Қазір осыған келіп қойды. Енді тағы, мына дін туралы айталмағаннан кейін, мына дінді халықтың дін туралы нанымының өзі қазір мың түрлі болып кеткеннен кейін барып, енді ғылымға сенеді-ау деген қазаққа мен жаңағы Raised by Wolves фильмін мысал келтіріп отырмын. Және ол фильм қияли фильм емес, ол мына реал өмірде дәл қазір. Мына реал өмірде жасанды ақыл парасат, artificial intelligence арқылы шығып отыр. Дәл қазір сол фильмдегідей оқиға болып жатыр. Сотты компьютер шешіп отыр. Диссертацияны компьютер шешіп отыр. Өлеңді компьютер жазып отыр. Докладты компьютер жазып отыр. Енді осы қазіргі жасанды ақыл парасатқа тапсырма беріп, маған бір мынандай программа жасап берші десең, сақылдатып жасайды екен. Кәдімгі компьютерлік программа жасап береді екен. Өзің жасаған программаның ішінде ақауы бар ма? Ол бір программа деген мынандай салағылас жасайды. Бар ма десең тексеріп береді. Қазіргі жасанды ақыл парасаттың программа жасайтын қабілеті Америкада жылына 180 мыңда $200,000 табатын орта деңгейдегі программисттің ақылындай ақыл бар екен. Америкада жылына 180 мыңда $200,000 табатын орта деңгейдегі компьютер IT программисттің табатын табысы сондай болатын программисттің ақылындай ақыл бар екен. Және ол өздігінен үздіксіз үйренетін функцияға ие. Оны тек қана қазір не нәрсе шектеп отыр? Моралдық шектемелер. Бұлай істеуге болмайды, алай істеуге болмайды деген программа жазып отыр. Енді ол үздіксіз мысалы. Компьютеріңді жалғадында қойып қойдың. Ол үздіксіз алады да, мысалы, шөпті зерттейді. Үздіксіз алады да бүкіл мал туралы жазылған ақпараттар кіргізіп мал туралы зерттейді. Үздіксіз алады да насеком туралы зерттейді. Үздіксіз алады да кен туралы білімін толықтыра береді. Себебі ол копи-паст миына кіргізте салады. Енді сонда ары қарай не болды? Ары қарай не болды? Адам өзі қолдан Құдайды жасап шығады деген осы емес пе? Өзін өзі бар. Ертең сол бүкіл билікті алса, басқан тұрғанымызды білсе,
бүкіл ісімізді білсе, менің не айтатынымды біліп тұрса, менің қайда жүргенімді спутникпен көріп тұрса, не істегенімді барлық жерден бақылап тұрса, онда не болды? Енді менің айтайын дегенім, бұл сөзімдегі менің түйінім. Біз қысқасы анау шексіз құдірет иесі күллі ғаламды жаратқан жаратушы түгілі мына жасанды ақыл парасаттың алдында ештеңке жасыра алмай отырмыз. Қайда жүрген тұрғанымыз телефонда тұр. Айтқан сөзіміз телефонда тұр. Жазғанымыз телефонда тұр. Бүкіл сенің бұдан бұрынғы жазған сызғаныңа қарап, саған анализді сол жасап отыр. Сотыңды сол істеп отыр. Енді мен қазаққа айтамын. Сен сонда мына жасанды ақыл парасатты қояқшы, ол шексіз құдірет иесі Құдайдың алдында ол түк те емес. Түк те емес. Құдайдың құдіретінің алдында жаңағы artificial intelligence түк те емес. Енді сен кімді алдайсың, қазақ? Сенің ындыныңды, жүрегіңді Құдай біліп тұр ғой. Сенің жүрегіңді Құдай біліп тұр ғой. Сен кімді алдайсың, қазақ? Ойлан, сен ешкімді алдай алмайсың. Ындыныңды, ниетіңді, жүрегіңді дұрыстамасаң, Құдайдың қарғысына қаласың. Ол Құдай қай Құдай? Мына молдалар жекеменшіктеп алған, ана секталар жекеменшіктеп алған Құдай емес. Ол ешкімнің жекеменшігі емес. Ежелден бар мәңгілік, тең жоқ, теңдесі жоқ. Ешкімге бағынбайтын мына дүниені жаратушы Құдай. Сен қазақ егер дұрыс болам десең, жүрегіңді, ындыныңды дұрыста. Өзіңнің құқыңды қорға, өзіңнің жағдайыңды түсін, ақиқат үшін күрес, орныңнан тұр. Жан сауғалап, арсыздықпен, екібеткейлікпен, алдампаздықпен, аярлықпен Құдайдың жақсылығына жетем деп ойлама. Гавос.